Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі оңай дайындалатын тарталеткелер дайындайтын боламыз. Тарталеткеміздің қамырына ұн, сары май, қаймақ, бір жұмыртқа, ас содасы және қант қажет болады. Ең алдымен табамызға ұнымызды салып, сары майымызды үккіштен өткізіп ертіп аламыз. Достар, тарталеткеміздің құрамы осы видеоның астында нақты граммдармен жазылған, сол жерден қарасаңыздар болады. Дәл осылай видеодағыдай қолымызбен умаждап, ұнымызбен біріккенше жақсылап майымызды ертеміз. Енді жұмыртқамыз бен қантымыз ерігенше жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Сіз қанттың орнына қант ұнтағын қолдансаңыз болады, ол кезде бұлай ұзақ уақытқа араластырудың қажеті болмайды. Енді үстіне жарты қасық ас содамыз бен бір қасық қаймағымызды салып бір араластырып аламыз. Енді дайын болған жұмыртқамызды ұнымызға салып қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды мешокқа салып жарты сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Енді қайнатпалы кремімізді дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге сүт, клейі, апельсин цедрасы, жүгері крахмалы, сары май, жұмыртқаның сарысы және қант қажет болады. Ең алдымен сүтімізге жұмыртқаның сарысын, қантымызды, жүгері крахмал және клейімізді құямыз. Егер сізде клейі болмаса, орнына сүт қолдана берсеңіз болады. Енді осы барлығын крахмалдың түйіршіктері қалмағанша жақсылап араластырып аламыз. Сізде блендер болса, блендермен езіп алсаңыз да болады. Енді осы сұйықтауымызды астық қалың табаға құйып аламыз. Міндетті түрде астық қалың болу керек, өйткені асты жұқа табақтан креміміз тез күйіп кетеді. Енді апельсин цедрасын бір қасықтың мөлшерінде үккіштен өткізіп аламыз. Егер сізде апельсиннің цедрасы болмаса, лимонды болмаса, ванилинді қолдансаңыз болады. Енді табамызды баяу отқа қойып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып отырамыз. Тоқтатпай араластырып отырыңыз, өйткені араластырмасаңыздар кремдеріңіздің асты тез күйіп кетеді. Креміміз осындай қоюлыққа енгеннен кейін үстіне сары майымыз бен апельсин цедрасын салып, тағы да 2 минуттай араластырып аламыз. Енді дайын кремімізді тез суу үшін басқа ыдысқа саламыз. Және пищевая пленкамызбен бетін жауып, салқын жерге 1-2 сағатқа қоямыз. Тарталеткелерімізді дайындауға осындай арнайы формалар қажет болады. Бұл формаларды кез келген кондитерлік дүкеннен таба аласыздар. Енді осы формаларымызды қамырымыз піскен кезде жабысып қалмау үшін сұйық маймен жақсылап майлап аламыз. Енді осы қамырымызды 50 граммнан үзіп алып, оқтауымызбен илеп, видеода көрсетілгендей формамызға саламыз. Дәл осылай жан-жағына жеткенше формамызға жақсылап қамырымызды салып шығамыз. Артық бөліктерін алып тастап, қалған формамызға да дәл осылай салып шығатын боламыз. Енді қамырымыз көтеріліп пісіп кетпеу үшін осылай вилкамен іштерінен тесіп шығамыз. Салқындаған кремімізді арнайы кондитерлік мешокқа салып дайындап аламыз. Егер сізде ол болмаса, кез келген мешокты қолдана берсеңіз болады, және дәл осылай барлық тарталеткелеріміздің ішіне құйып шығатын боламыз. Енді тарталеткелерімізді өзіңіздің қалауыңызша сәндеп шығамыз. Дайын болған тәттілерімізді сіңу үшін 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол кезде өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, міне біздің тарталеткелеріміз дайын болды. Егер сізге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.